Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату аля набийина. Аллахумма алимна ма янфауна ванфа бима алламтана. Я жаратқанла бізге пайдалы білімді бере көр, және білген, үйренген білімімізді бізге пайдалы ете көр. Финия фи хали тааллум. Білім алып жатқан кездегі адамның ниеті қандай болу керек? Осы жерге әр Қазақстанның әр жағынан келдік, әр аймақтардан келдік. Осы білімге деген ниетімізге байланысты біз бір-бірімізбен осында танысып жатырық. Бірақ осы жерге айдап келген дүние қандай ниет болды, соны ескеруіміз керек болады. Яғни осы жерге келген кезде біз ниетіміз сәл басқаша болған болса, соны біз түзеуіміз керек. Соны айтып жатыр. Білім жолына түскен шәкіртке осы білім барысында, оқу кезінде ниетін қандай екенін анықтап алу керек. Өйткені ниет барлық іс-әрекеттердің негізі болып табылады. Барлық нәрседе ниет міндет болып саналады. Лиқаулихи алейхи салату вассалам иннамал аъмалу бинният. Расында амалдар ниетке сай болады деп айтқан хадис сахи ан Расулилlah саллаллаху алейхи вассалам. Кам мин амалин ютасаввару би сурати аъмали дуния ва ясиру би хусни ния мин аъмали ал-ахира. Ва кам мин амалин يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية. Бұны енді осы жерде айтып жатыр, бірақ Абдулла ибн Мубарактың сөзі деп айтады ғалымдар. Абдулла ибн Мубарак деген ол кім болған? Табиғин кісі болған, Абдулла ибн Мубарактың айтқан сөз деп келтіреді. Мына дүниеде қаншама іс-әрекеттер бар, құлшылыққа мүлдем қатысы жоқ іс-әрекеттер бар. Бірақ адамның ниеті, көркем ниеті, жақсы ниет болғандықтан ол дүниелік іс-әрекеттер ақыреттік амалға айналып кетеді, яғни құлшылыққа айналып кетеді. Күнделікті адамның кейбір іс-әрекеттері, сырт көрінісі ешбір ғибадатқа ұқсамайды. Бірақ адамның ниеті түзу болғандықтан оның бұл әрекеттер құлшылыққа айналып кетеді. Қарапайым нәрсе, мәселен, мешітке келген кезде бір нәрсе шашылып жатса, мен Алла разылығы үшін, немесе сауап болсын, немесе таза болсын деген ниетпен жинап алатын болса, ол сауап. Мешіттің сыртын сыпырып қойса, ол сауап. Жатақханада достарына көмектесіп, ішкі тазалықты жасап берсе, ол сауап. Яғни, әшейін дүниелік іс-әрекеттер ниетке байланысты құлшылыққа айналып кетеді. Сосын қаншама ақыреттік амалдар бар. Олар негізі құлшылық болып саналады, бірақ ниеті жаман болғандықтан ол тек жай ғана іс-әрекетке айналып кетеді. Мәселен, Рамазанда кейбіреулер айтады ғой, мен енді арықтау үшін тұтып жатырмын десе, ол оның ораза деген сауаптан түбегейлі айырылады. Тағысын тағы осындай іс-әрекеттер бар. Мәселен, садақа. Кейбіреулер садақаны жұрттарға көрсету үшін, немесе мақтану үшін, немесе осы жұрттар мен туралы дұрыс ой пікірде болсын деген іс-әрекетпен жасайтын болса, бітті. Демек, бізге осы білім жолында жүрген кезде білімде ниетіміз қандай болса, соған сай біздің алып жатқан біліміміз өзгеріп кетеді. Өйткені хадисте бар, сосын Абайдың қара сөзіне осы хадисті келтіреді. Ақыретте Алланың құзырында 3 адам ең алғаш болып сұралады деп айтады. Молда, қажы, сосын жихадқа шыққан адам деп айтады. Сондағы молда деп тұрғаны хадисте ғалым кісіні айтады. Алла тағала шақырып, есеп-қисап болған кезде, мен үшін не істедің деген кезде, ғалым кісі не деп айтады? Сенің разылығыңды ниет етіп, мен білім жолына түстім, шәкірт болдым, білім үйрендім, сосын ғалым атандым, сосын жұртқа білім үйреттім деген кезде, Алла тағала сенің ниетің жұрт ғалым деп айтса деген болды дейді. Ал енді Абайдың қара сөзін айтады, жұрт сені молда деп айтса деп тіледің, іштей сол тілегіңе жеттің дейді. Яғни сені молда деп айтты, ғалым деп айтты, имам деп айтты, ұстаз, яғни іштегі ниетіңе жетіп қол жеткіздің деп айтады. Сөйтеді да, сол өмір бойы қанша жыл ұстаз болуы мүмкін ол? 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, соның баршасы есепке жүрмей қояды.
жетті хадисте айтады, тозаққа тасталады дейді. Сондықтан бұл жерде бірінші кезекте сол ниетті айтып жатыр. Осы жерде жүрген кездегі ниет тек жаңағыдай түзу болу керек. Ниет түзелмесе болмайды. Енді қандай ниет болады деген кезде бұл жерде айтады: وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ الْمُتَعَلِّمُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ رِضَى اللَّهِ وَدَارَ الْآخِرَةِ وَإِزَالَةَ الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ سَائِرِ الْجُهَالِ وَإِحْيَاءِ الدِّينِ وَإِبْقَاءِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ إِبْقَاءَ الْإِسْلَامِ بِالْعِلْمِ. Бірінші кезектегі білім жолындағының ниеті Алланың разылығы болу керек дейді. Не үшін оқып жатсың деген кезде, Алланың разылығы деген тілмен айтуымыз керекпіз. Жүрекке соны сіңіру керек, соны басымызға сондай тапсырма беру керек. Мен Алланың разылығы үшін оқып жатырмын, басқа еш нәрсе маған керек емес. Сосын ақырет, яғни жәннатты ниет етуі, кейін өзіндегі білімсіздіктен арылу, изалатил жахли ан нафсихи, өзіндегі білімсіздіктен арылу, сосын басқа білім бейхабар адамдарға сол алған білімін беру. Ары қарап дінді жандандыру, яғни өзіміздің ауылымызға, қаламызға барып, діннен бейхабар жерге діндің жандандыруға тырысу. Сосын исламның сол біздің жүрген жеріміздегі өмірге келтіру. Өйткені ислам тек қана біліммен жанданады дейді. Енді Алланың разылығы дегенді ғалымдар керемет түсіндіріп айтады. Мәселен, Алланың разылығы деген кезде біз Алла разылығы үшін деген кезде нені түсінуіміз керекпіз, ол нені меңзеледі. Мына қарапайым нәрсе, мәселен, әркім өзінің әкесінен немесе анасынан бір нәрсе сұрайтын болса, жаңағыда жалыну мүмкін, өтіну мүмкін, ұзақ жүру мүмкін, сосын алып берген күнде де жаңағыда айту мүмкін, болды, осымен сен осыны доғар, енді осыны алып бердің, бұдан кейін мен мазалама деп айту мүмкін. Ал енді әкеңнің көңілін шыға білсең, әкеңнің әр айтқанын екі етпей істей алсаң, кей кезде әкең айтпай тұрып жұмыстың бәрін жайратып тастаған болсаң, сенің қалаған сенің өтінішіңді жерге тастамайды әкең. Ал енді айтқан тілін істемейсің, біресе істесең де жарытпайсың, сондай болса, амалдың жоғынан жаңағыдай жылап қоймай өтініп тұрып алған екен, айту мүмкін, жарайды, мен алып берсем алып берейін, одан кейін көп нәрсе сұрай берме деп айту мүмкін. Ал енді көңілінен шыққан болсаң, онда әкең бәр нәрсені істеп береді. Сондықтан ғалымдар айтады, Алланың разылығын адам әртүрлі тілек айту мүмкін дейді, Аллаға дейді. Түрлі тілектер айту мүмкін. Алла Тағала мынандай берші, Алла Тағала мындай берші, маған жақсы бізге әйел берші, ұрпақ берші, тағы андай берші, мындай берші деп сұрау мүмкін дейді. Бірақ Алланың разылығына келген кезде дейді, сол әр жекелеп сұрайтын тілегің тұтастай қабыл болған болып саналады дейді. Сондықтан Алланың разылығы деген бұл жерде білімде ең бірінші кезекте сол тұрады. Басқа жерде де біз мәселен кей кезде әшейін әдеп үшін бір-бірімізден естігендіктен жай әшейін бірден дәптерін әбер жүрсе, дәптерін әбер жүрсе, Алла разы болсын деп айтамыз ғой. Мәселен, үрішкам жоқ еді десе, менікін ала тұрса, Алла разы болсын дейміз де, ана жарайды дейді, ол да сөйтеді. Ол үлкен нәрсе болып саналады, Алла разылығы деген сөз. Алла разы болды ма, сенің барлық іс-әрекетің оңынан кетеді деген сөз. Сондықтан бұл жерде білім деген кезде Алланың разылығы дегенді білдіреді. Алла разы болды ма, Алланың разылығын көздеу үшін білім жолында барлық нәрсеге баруың керексің. Барлық іс-әрекеттерге шынайы ықыласпен жасау керексің. Ары қарап, уәла ясиху зухду уат-тақва мa'al jahl. Себебі тақуалық білімсіздікпен дұрыс болмайды дейді. Кеше айтқандай, адамда білім болмаса, өз бетінше осы бір ғибадат екен, мен осылай жасасам бір құлшылық болады деп адам өз бетінше ойдан негізсіз бір ғибадаттар жасап жатса, ол тақуалыққа жатпайды, керісінше ол күнә болып қалады. وأنشد الشيخ الإمام الأجل برهان الدين صاحب الهداية لبعضهم дейді. Хидаяның авторының екі жол өлең айтқан сөзі бар дейді. Фасадун кабирун алимун мутахаттик. Ең жаман бүлік, ең жаман
нәрсе қоғамда білімді күнәһар адам дейді. Яғни ғалым, бұл жерде білімді емес, ғалымды айтып тұр. Үлкен ғалым, бірақ күнә жасайтын ғалым болса дейді. Ал енді одан да асып түсетін үлкен қоғамды бүлдіретін нәрсе сауатсыз тақуа адам дейді. Біріншісі үлкен қауіп нәрсе, ол білімді біледі, Құранды біледі, хадистерді біледі, бірақ ол күнә жасайды. Ол қоғамға әсері өте қатты болады. Былайша айтқан кезде біреу жол ережесін бұзса, нанғы жөн емес деп айтамыз да, енді жаңағыдай жол ережесінің сақшылары, полицияның өзі бұзып жатса, басқалар не істемейді деп айтамыз. Мәселен, бұл бұзып жатса, басқаларымыз не істемейміз деп айтамыз. Басқаша сөзбен айтқанда, біреу заңды бұзып жатса, нанғы жөн емес дейміз да, енді сот, прокурор заңды бұзып жатса, біз айтамыз, ел құрған осы ғой деп айтамыз. Яғни заңды қадағалайтын адам бұзылып жатса. Сондықтан айтып жатыр, дінді қадағалайтын ғалым бұзылып жатса, онда басқадан не үміт бар? Екінші үлкен дүние сол нені айтып жатыр? Тақуа. Адам, бірақ сауатсыз тақуа. Ол одан да қоғамға өте қауіпті. Хума фитнатун фил аламина азима. Мұны осы екі адам бұл дүниедегі ең үлкен бүлік фитна дейді. Фаман бихима фи динихи ятамассак. Алиман бихима фи динихи ятамассак. Бұл кімге қауіп төндіреді? Осы екеуін дінде үлгі тұтқан адам үшін дейді. Яғни күнәһар, пасық, ғалымды өзіме ұстаз тұтсам, маған қауіп болады. Білімсіз тақуаны ұстаз тұтсам да, маған қауіп болады. Яғни олар мен басқа жолға жетелеп әкетіп қалады. Енді келесі ниет не болады? Бірінші Алланың разылығы болды, сауатсыздығымды жою, сауатсыз адамдарға көмектесу, өзімнің ауылыма барып дінді тарату болды. Енді келесі ниет не деген кезде, وَيَنْوِ بِهِ شُكْرَ عَلَى نِعْمَةِ الْعَقْلِ وَصِحَّةِ الْبَدَنِ وَلَا يَنْوِ بِهِ إِقْبَالَ النَّاسِ عَلَيْهِ وَلَا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. Келесі ниеті білім алған кездегі Құдайдың берген ақылына, 12 мүшенің саулығына шүкіршілік ниет ету, Аллаға шүкір. Мәне білім алумен шүкіршілік көрсетіп жатырмын деп білу. Және де сонымен қатар жұрттың ілтипатын ниет етпеу, яғни жұрттың сый құрметін ниет етпеу, және де дүниенің ұсақ түйегіне, яғни байлыққа көз тікпеу, және де биліктегілерден, басшылардан бір сый сияпат ниет етпеу. Яғни осы мен білім жолына түссем, жұрттың сый құрметіне бөленем, соның артынан баюға маған мүмкіндік туады, соның арқасында биліктегі адамдардың арасында мен сәл беделімді көтерем деген ниет болмау дейді. Яғни білімде ондай ниет болмау керек. Сосын қал Мұхаммад ибн al-Хасан وَلَوْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَبْدِي لَأَعْتَقْتَهُ وَتَبَرَّأْتُ عَنْ وِلَائِهِمْ وَمَنْ جَدَّ لَذَّةَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ قَلَّمَا يَرْغَبُ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ. Мұхаммад ибн al-Хасан кім еді? Абу Ханифаның екінші шәкірті. Сол кісі айтады, ол Ханафи мазғабының барлық кітабын, негізгі кітаптары сол кісі арқылы келген бізге. Сол кісі айтады, егер барлық адамдар менің құлым болса, мен баршасының басына азаттық берер едім, және де олардан менің кейін жанды жүріп қызметші болуынан бас тартар едім дейді. Сосын айтады, кімде-кім білімнің шынайы ләззатын сезінетін болса, онда мына адамдардың қолындағы билікке де, байлыққа да, ықыласқа да жағдай қызықпаушы еді деп айтады. Шын білімге адам кірсе, білімнің шын мән мағынасын ұғынса, онда билік, байлық, жұрттың ілтипаты деген нәрсе адам еш уақытта ойламайды. Бірақ шын білімді болған адамға бұл үшеуі де төңірегіне айналып жүреді. Шын ықыласпен жүрсе, қаласын қаламасын осы нәрселер жүреді. Ары қарай Аншада шейхул имам al-ajal ustaz Qawamüddin
шумақ өлең айтылған дейді. Хамад ибн Ибрахим ибн Исмаил Саффари Ансари имлан ли Аби Ханифа, Абу Ханифаға айтқан дейді. Ман талабал العلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران لطالبه لنيل فضل من العباد. Кім білімді ақырет үшін ниет қылып іздейтін болса, онда фаза бифадли минар рашад, тура жолға қол жеткізген болады. Ал енді ең соры құрысын дейді, немесе қаб әттеген ай, бұл білімді іздеген кезде жұрттың қолындағы билікке, байлыққа, ілтипатты ниет етіп білімге жолына түссе дейді. Яғни бисмилля деп білімге түскеннен бастап жатса тұрса күнде ойында сол нәрсе тұрса. 4 жыл оқуды бітірем, ауылға барам, кімсің, молдеке болам. 4 жыл шыдайын, сәл шыдайын, сосын барып көрсетем мен. Машина алуды, үй алуды, қолға бетіп ақша ұстап жүріп, сосын көрсетем. Сәл шыдай тұрайын десе, ол ең Құдайдың ұрған жері сол деп айтады. Сондықтан білім деген кезде ол ең үлкен нәрсе, оны басқа нәрсеге ауыстыруға болмайды. Біліммен оны өзі өз аяғымен келеді ол нәрсе. Ақша да, көлік те өз аяғымен келеді. Бірақ біз сол білімді соған барып, соның астына төсемеуіміз керекпіз. Ол білім ең қадірлі нәрсе. Хадисте айтады ғой, білім жолына түскен адамға Алла тағала бұйрық береді, періштелер оның аяғының астына қанатын төсейді. Ол үлкен нәрсені, періштелер сыйлайтын нәрсені біз барып, әшейін бір темір терсектің астына бүйтіп тастасақ, құрған жер сол. Сондықтан ниет, қазірде ниет түзей беру керек. Ниет түзелене беру керек. Ниет дұрыс болып, Алланың разылығы үшін қызмет етем десе, ана өзі кеп жанамалап өздері жолымен келе береді ол. Аллахумма илля иза талабал хаята лил амри бил ма'руф ва нахи анил мункар ва танфидил хаққи ва иъзази дин ла ли нафсихи ва хавахи ва яджузу залика би қадри ма юқиму бихил амра бил ма'руф ва нахи анил мункар дейді. Енді билікті, байлықты жұрттың көңілін тек қана қай кезде жағдай қолдануға болады дейді. Егер сонымен жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару, тәнфидил хақ, ақиқатты жүзеге асыру, діннің үстемдігін көрсету үшін, өзінің қарабасы үшін емес, нәпсі үшін емес болса, рұқсат етіледі дейді. Өткен фаяжузу дәлік, осыған ғана рұқсат, сол жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару мөлшерінше дейді. Яғни былайша айтқан кезде, кей кезде байқалады, жағдай имам Шафидің бір оқиғасы бар. Имам Шафи жолдан жүріп келеді, сөйтіп Бағдатқа кіріп келген кезде, жұрт мешітке кірген кезде жұрт ешқайсысы оған мән беріп қарамайды. Өйткені имам Шафидің ерекшелігі үсті басына бір әдемі киім кимейтін болған. Қойшы, немесе түйеші секілді, әшейін тапқан затын киіп жүре беретін болған. Бұны мешітке келген кезде ешкім қарамай қойды. Өзі имам Шафидің айтқан сөзі бар. Мынау киімнің ішінде кім тұрғанын көрсе, жұрттар маған бұлай қарамайтын еді деп айтады. Жалпы имамдардың өзінің өмірлік салттары болған. Мәселен, имам Малик өте жаңағыдай біздің тілмен айтқанда ең соңғы шыққан костюмді киетін, ең соңғы шыққан киімді киетін кісі болған. Ал имам Ахмад және имам Шафи ол мейлінше қарапайым жол ұстанған. Ал енді Абу Ханифа ол өзінің кәсібі, өзінің сауда саттығы болғандықтан, ол тек қана өзін емес, жылда қаладағы хадис ғалымдары, фиқ ғалымдарын үйіне барып сый-сияпат жасап отыратын болған. Киім-кешек беріп, ақша беріп, бұл менің қолыммен Алланың сіздердің өздеріңіздің ризықтарыңыз деп ұсынып отыратын болған. Сондықтан бұл жерде соны айтып жатыр. Билік, байлық жұрттың назарын дінді жүзеге асыру үшін болып жатса рұқсат дейді. Өйткені енді елдің көзқарасында сондай ғой, мәселен, қарапайым киінсең, көңіл бөлмеу мүмкін. Ал енді әдемі киініп алатын болса, мынау бір сыйлық секілді ғой деп, оған құлақ түре бастайды. Сондықтан керек жерінде
біздер мұсылмандар, қазір ғалымдар соны көп айтады. Біз дін жолындамыз, қарапайымбыз деп кей кезде айтатын сөзіміз естілмей қалуы мүмкін дейді. Сондықтан кейбір жерлерде біз өзімізді жақсы ұстауымыз керекпіз. Қарапайым спортивкіге, қарапайым киімге отырып алмау керек. Керек жеріне, мәселен, сабаққа баратын кезде жаңағыдай кәсіпкер секілді, офистегі бір директор секілді киініп алу керек. Енді студент болған екен қаражат болмайды, мүмкін болса жақсы костюм шалбарды алып қою керек, жақсы бір көйлекті алып қою керек. Күнде кимесең де сабаққа киетіндей, бір жерге бір жиналысқа студенттер қатысу керек, немесе жарысқа қатысу керек деген кезде, кәдімгідей сен кіріп барған кезде мынау бір жас кәсіпкер деп ойлап қалатындай киініп алу керек. Яғни аяқ киіміне қарап басыңа дейін көрген кезде бір байдың баласы секілді көрініп тұруың керексің. Яғни оның ондағы мақсатың мен атқарып жатқан, мен арқалаған дүние ол құнды дегенді көрсету үшін. Былайша айтқан кезде сыйлықтың сыртындағы упаковкасы әдемі болу керек. Сенің сыйлығың елге беретін Алланың сөзі. Одан бір жерге барып, бір кездесуге бару керек деген кезде, 4-ші курста немесе мешітте жүрген кезде алқам-салқам болып барса, ол мен осындай қарапайыммын, мен маған керек емес дүние десе болмай қалады. Ондай жерде кәдімгі әдемі болып барып айтатын сөзді айтып қайту керек. Соны сол жерде осыны айтып жатыр. Діннің ақиқатты жүзеге асыру, жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю кезінде қажет болса, әдемі киініп алу керек. Бізден Түркияға барған кезде, жаңағыдай білім жетілдіруге 3-4 кісі келіп отырды, енді деген керемет киініп алған, енді мықты, енді осы имамдар жетілдіру институты деген осының мекеменің осы демеушілері шығар деп отырмыз. Сөйтсек бізге сабақ беретін ұстаздар екен. Енді аналар әдемілеп киініп алған. Неге? Өйткені олар арқалаған дүниесі Алланың сөзі болғандықтан соған лайықты кейіпті танытуда. Мүмкін болып жатса, сол жатақханада костюм шалбармен көйлек, әдемі туфли тұру керек. Осындай сабақ деген кезде аптасында күнде болмаса бір мезгіл сабаққа сондай әдемі болып шығу керек. Барлығымыз сөйтіп жүру керек. Мына енді Түркиядан келген ұстаздар болсын, Түркияға барсаң да сондай ерекше. Біз мұсылмандар барлығына барлық кезде үлгі болуымыз керекпіз. Соны айтып жатыр осы жерде. وَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ بِجُهْدٍ كَثِيرٍ وَلَا يَصْرِفُ إِلَى الدُّنْيَا حَقِيرًا قَلِيلًا فَانِيًا. Сондықтан дейді, білім жолына түскен адам осыны қатты ойлану керек. Менің ниетім қандай? Сол отырып оңашада ниетті түзеу керек. Ниет деген сөз, ішкі жүректің құбылыстары, ниет, тәуекел деген секілді, Алланың ризашылығы, ол бір отырып, бұл мен ниетім мынандай дегенмен адам реттеліп кетпейді. Күнде өзімізге есеп беру керек. Мен ауылдан не үшін келдім? Мен ауылға молда жетіспеген үшін келген жоқпын. Менің орным басқада біреу молда бола алады. Менің ниетім Алланың разылығы. Деп күнде өзіңді қайрауың керексің. Күнде таңертең кешке отырып қайрауың керексің. Мұғалім 5 қойып қойса, 5 үшін емес. Біреу мақтаса, біреу сен жақсы оқисың, сен қырағатың жақсы, сенің арабшаң әдемі, ол үшін емес. Жоқ, қайта өзіңді шегелеп, анау ниет бойыңа жабысып, сен тұла бойыңа тамыр жайлау керек. Ана ниет Алланың разылығы деген әр сенің клеткаңда тұру керек сол. Соған өзіңді күнде қайрауың керексің. Бір отырғаннан болмайды ол. Күнде өзіңе оңашағанда айтуың керексің. Пәленше, сенің ниетің Алланың разылығы. Анау былай десе, анау сөзді айтса да, жоқ, сенің мақсатың басқа деп үнемі өзіңді қайрап отыруың. Соны айтып жатыр. Білім жолына түскен адам осыны үнемі ойлап жүру керек дейді. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا فوالذي نفس محمد بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت. Енді бұл хадисте айтылады, бірақ риуаяттар деп келтіреді бұл жерде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, дүниеден сақ болыңдар, байлықтан сақ болыңдар.
менің жаным уысында болған Алламен ант етіп айтамын, дүние деген ең қатты арбаушы сиқырдан да асып түседі деп айтады. Яғни қолда жоқ кезде айту оңай. Қазір менде қолымда ақша жоқ, ол қолдың кірі, ол деген күнә, ол деген андай, ол деген мұндай деп. Ал енді міне ұстаңыз, ұстаз, міне ақша, енді шәкірттерге таратып беріңіз, немесе мұқтаж шәкірттер болса беріңіз деп маған оңаша тастап кетсе, ойланып қаламын. Бұл Алла берді ғой маған деп. Аллаға шүкір деп. Шәкіртке тарату деген нәрсе кетіп қалды. Яғни дүние деген сол. Қолда жоқ кезде айта беремін, ой, одан тәрк етіңдер, керек емес ол. Тақуа болыңдар деп. Оңашада біреу келді, мен сіз что-то уағызыңызды тыңдап жүрмін, мен сізге ризамын, мін алыңыз. Өз қолыңызбен таратыңыз. Мен рия болмасын, шәкірттер көрмесін деп кеттім, ал десе, ешкім көрген жоқ. Не істеймін, папкаға салайын бәрін, сауап жасайын деп. Яғни сондай. Сондықтан мына жерде айтып жатыр, дүние деген ол ең қатты арбайтын нәрсе сол. Адамды басын айландырып жібереді, есін білмей қалады. Енді мына жерде өлең жолдарын келтіріп жатыр. Содан кейін хия дуния ақалу минал қалил, ол дүние аздан да аз нәрсе негізі дейді. Ва ашиқуха адаллу минал залил, ал дүниеге ғашық болған адам ең қор адамнан да асып түскен қор болып табылады. Тусиму бисихриха қауман ва туами, бұл дүние өзінің сиқырымен адамдарды көр етеді, соқыр етеді дейді. Керең етеді, құлағын тас керең етеді, көзін соқыр етіп жібереді. Фахум мутахайируна биля далил, сондықтан көзі көрмей, құлағы естімеген екен, жол көрсететін адам болмаған екен, адаса бастайды дейді. Дүние сондай. Басқа кітапта да бұл нәрсені қатты айтады. وَيَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَلَّا يُذِلَّ نَفْسَهُ بِالطَّمَعِ مِنْ غَيْرِ الْمَطْمَعِ وَيَتَحَرَّزَ عَمَّا فِيهِ مَذَلَّةُ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ. Енді білім жолына түскен адам дәметпейтін жерде дәметуі болмайды дейді. Яғни білім жолында дәмету деген нәрсені сақ болу керек. Яғни неге бұны айтып жатыр? Өйткені білім жолына түскеннен кейін адам қарны ашатын кездер болады, киім болмайтын кездер болады. Сәл қиналып жүрген кезде, сәл жағдай жақсы бір адам келіп бұлай жүретін болса, адам басына ой келе бастайды. Осымен жақсылап танысып алсам, осымен жаңағыдай мәміле құрсам, әріп үйретсем, намаз үйретсем, есесіне маған бұл көмектессе деген сондай бас сондай улана бастайды. Сол нәрсені айтып жатыр. Дәмету деген нәрсені тастау керек. Бұл сондай бір кезең, бұдан өту керек. Былайша айтқанда Рамазандағыдай таңертең адам қарны ашады, әр нәрсені жегісі келеді, басы айналады, ешкім көрмей тұрған кезде бір нәрсені ауызға салып жіберсем бе екен деп тұрады. Түстен кейін қап бағанағы нәрсем аман есен өткен, қандай шүкір, Құдайға шүкір деп қуанады. Сәл шыдау керек. Білім жолында да сәл шыдау керек. Мына осы жерден өткен кезде адам Құдайға шүкір, ешкімге қол жаймағанына Құдайға шүкір деп қуанады. Өйткені білім жолына түсіп, қор болып, аштан қайыр тілеп деген адам еш уақытта болмаған. Білім жолына түскеннің барлығы қадірлі болған. Білім жолына түскеннің барлығының жеген асы берекетті және тойымды болған. Сондықтан бірақ бұл сондай бір кезең болады, адам бір анадан бір көмек сұрай салсам ба деген ой келеді. Жоқ, содан өту керек. Сол кезең, ол кезең жаңа қарынның шұрылдағанындай бір жарты сағат, бір сағаттық емес ол. Бір жылдық болуы мүмкін, 2 жылдық болуы мүмкін. Бірақ сол кезде біз өзімізді алдауымыз керек. Біз оның бәрін тастап, сабаққа отырып алу керек. 4 жыл деген өтіп кетеді. Бірақ кейінгі оның жемісі өзімен өзі бүйтіп келе бастайды. Соны шыдау керек. Соны дәмету деген нәрсені қою керек дейді. Білім иелерін жаңағыдай қорлыққа алып баратын әрбір іс-әрекет, әрбір қадамнан сақ болу керек дейді. Және де кішіпейіл болуға тырысу керек. Ал енді кішіпейіл деген не деген кезде?
Кішіпейіл деген сөз тәкаппарлық пен қорлықтың ортасы дейді. Кішіпейіл соның дәл ортасы. Былай кетсең тәкаппар болып кетесің, былай кетсең қорлыққа кетіп қаласың. Ортаны ұстай білу керек. Уәл-айфату кәзәлика дейді. Жанның тазалығын ұстауда солдай дейді. Яғни сәл былай кетсең не болады? Арсыздыққа кетіп қаласың, сәл былай кетсең ашкөз болып кетесің. Ортаны ұстау керек. Бұның бәрін ақлақ кітабынан танып білуге болады дейді. Әншәдәни шейхул имамул ұстаз Рукнуддин Мағруф би Адибил Мұхтар шиаран ли нафсихи. Енді мында бір өлең жолы бар дейді. Инна тавадуа мин хисалил муттақи. Кішіпейілділік тақуаның қасиеті ва бихиттақи илал маали яртақи. Осы кішіпейілділікпен тақуа адам биік мәртебелерге баспалдақ етіп шығады. Кішіпейілдік деген осындай баспалдақ, ол қиын баспалдақ, бірақ соған үстіне шыға алсаң биік мәртебеге кете бересің. Ва минал ажаибил уджаб ман хуа жахил фи халихи ахуа саиду амиш шақи. Бірақ ең таң қаларлық нәрсе адам өзінің бақытты немесе бақытсыз екендігін бейхабар қалуы дейді. Яғни кішіпейілдікпен жақсылыққа кетіп жатыр ма, тәкаппарлықпен жамандыққа кетіп жатыр, содан бейхабар жүру дейді. Әм кайфа яхтиму амруху ау рухуху яуман науа мустасфилун ау муртақи. Ертең өмірі соңында жаны шығып жатқан кезде оның рухы көкке қарап самғайды ма, жоқ төмен қарап құлдырайды ма, одан бейхабар болып жаңағыдай өзінен өзі жаңағыдай тәкаппарлыққа бару дейді. Вал кибрияу ли роббина сифатун бихи. Ал тәкаппарлық тек Раббымызға тән сипат, махсусатун Аллаға ғана тән, фатаджаннабнаха ваттақи дейді. Тәкаппарлық деген нәрседен бас тартыңдар дейді. Енді Абу Ханифаның айтқан сөзі ең соңында Қала Абу Ханифа рахматуллахи алейхи ли асхабихи азиму амаимакум ва вассиу акмамакум ва иннама қала залика ли алла юстахаффа бил алми ва ахлихи. Абу Ханифа өзінің шәкірттеріне айтқан сөзі: сәлделерің үлкен болсын, жеңдерің кең болсын деп айтқан. Яғни шекпендерің жеңі кең болсын, сәлделерің үлкен болсын деп айтқан. Енді бұны сөзбе сөз түсінетін болсақ, басқа сыйдыра алмауымыз мүмкін. Не бұл? Сосын Абу Ханифа енді сәл дұрыс емес сөз айтпайды ғой, бірақ оны қалай қолданамыз деп, соны бұл жерде айтып жатыр. Ондағы айтқан сөзі білім және білім жолындағы адамдар, жұрттар құрметтесін деген сөз дейді. Яғни ол заманда сәлде деген тек дін жолындағы адамның емес, қарапайым адамның да киімі болған. Қазір костюм секілді. Костюм тек қана жаңағыдай акиматта немесе бір жерде істейтін адамның киімі емес, кез келген адамның киімі. Бірақ костюмның костюмі оның қандай кім екенін көрсетеді, дұрыс па? Сол секілді туфли. Мәселен, мықты туфли киіп алса, бұл керемет адам екен деп айтады. Сол заманның киімін айтып жатыр. Сәлделерің үлкен болсын, жұрттың сәлдесінен қарағанда, және киімдерің жеңім кең болсын. Яғни ол заманның, ол былайша айтқанда біздің тілмен сәні сол. Ол деген біздің дүниеге бүйтіп алып келетін болсақ, демек жаңағы бағанағы айтқандай біздің киіміміз қоғамдағы төмен киім болмау керек. Тым бай болмаса да жұрт көрген кезде мынау бір жақсы сыйлы адам екен дейтіндей киіммен жүру керек. Абу Ханифа соны айтып тұр. Ондағы мақсат не? Білім және білім жолындағы адамдар, жұрттар қарапайым деп қарамау. Мәселен, грузчик андай киіммен жүрсе, біз оған мәселен сәлемдеспеуіміз де мүмкін. Ал енді біз университетте жүрген кезде бүйтіп әшейін грузчик, күзетші былай жүрсе, мән бермеуіміз мүмкін да. Сол күзетті біз танымасақ, бірақ керемет киініп алса, ассаламалейкум деп қолдап амандасып қоюымыз мүмкін. Түркияда сондай болған бір. Түркияда жүрміз, ұстаздар сабақ алып жүрміз, бір кезде есіктің алдында бір кісі жүр, әдемі киініп алған, галстук. Біз ешқайсымызда галстук жоқ, ол кісіде галстук бар, әдемі, киімдері мықты. Бұл қандай пәннен береді деп қоямыз. Бұл кісі берген жоқ. Анау ертең тапсыр өтуші едік, ертең тағы бір кітап өтуші едік, содан беретін мұғалім бе деп қоямыз. Бір айын алып келсек, ыспырғыны алып жарық, есіктің алдын ыспырып жүр. Үйтсек, сол ғимараттың дворник екен, ескі ыспырушысы екен.
яғни киімі әдемі киініп алған. Біз де сондай болуымыз керекпіз. Біз ол не үшін өйтіп киініп алған? Мен білім ордасының қызметкерімін деп дұрыс киініп алған. Әдемілеп киініп алған, көк көйлек, мықты галстук, қақ қызыл пиджак киіп алған, бүйтіп сөйтіп отыр. Қай ұстаз деген оқып сөйтсек, сол жердің тазалықшысы бір кезде темекісін тастады да кірісті сыпырып. Бәріміз бір-бірімізге қарап күліп жатырмыз. Біздің үстіміз, біз дворникпіз ғой бұл кісінің жанында деп. Біз ана әйтеуір киініп алғанбыз жаңағыдай. Қазір мешітте емес, біз білім алып жатырмыз қой деп еркін жүрміз біз. Сондықтан Абу Ханифа айтып жатыр, сәлделерің үлкен болсын, жеңдерің кең болсын. Яғни сол заманның модасын айтып жатыр. Яғни киімімізде сондай әдемі болу керек. وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة ليوسف بن خالد السمتي رحمة الله عليه عند الرجوع إلى أهله وعياله ويجد من يطلبه. Енді бұл жерде кеңес беріп жатыр, білім жолындағы адамдар Абу Ханифаның васия кітабын алу керек дейді. Васия кітабы біздің фиқ, ақида кітабы бар ғой, ол емес басқа. Ол шәкіртіне берген несі жазбасы. Ол жерде жаңа шәкіртіне білім алғаннан кейін жұртпен қалай мәміле жасау керек, соның бәрін жазып берген. Сол кітапты алып, жаңағыдай соны оқу керек дейді. Өйткені ол кітаптың ішін ол іздеген адам табады. Мен сол заман тиесілі айтылып жатқан әңгімелер бар. وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين وأئمة علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيز أمرنا بكتابته عند الرجوع إلى بلدي وكتبته ولا بد للمدرس والمفتي في معاملة الناس منها. يعني وصية деген кітап ұстазға және муфти. Ол жердегі муфти деген сөз пәтуа беретін адам. Пәтуа беретін адам кім ол? Имам, ұстаз, молда. Осы яғни жұртпен дін мәселесінде жұртпен қарым-қатынасқа келетін бұл кісілердің баршасы сол васия кітабын оқып алу керек дейді. Яғни жұртпен қарым-қатынасты сол үйретеді дейді. Міне осымен Құдай қаласа біз ниетті біттік. Енді келесіде фи ихтиярил илми уал устаз уа шарик уа сабати алейхи. Білімді таңдау, қай саланы, ұстазды таңдау, білім сол әріптесті таңдау және сол білімде тұрақтылық. Таңдаған ұстазды, яғни саланы таңдадың ба, секіре беруге болмайды. Саланы таңдадың ба, сәл оқыған деген соң қызық болмай кетсе, мен тәпсірге кете қоямын деп, тәпсір сәл қинап тастаса, мен фиққа кете қоямын деп, яғни секіре беруге болмайды. Сосын ұстаз таңдаған кезде де сол. Бір ұстаз таңдайсың, сәл қатты сөйлесе, жоқ ұстаз енді жақсы көріскенше деп, насосқа кетемін деп кетіп қалуға болмайды. Болса сәл талап қойып бүйтіп жұмсап жіберсе, тағы кім қай ұстаз бостау еді, қай ұстаз сәл ақ көңілдеу еді, соны іздейінші деп етуге болмайды. Яғни білімге таңдаған екен табандылық таныту керек. Группаны таңдаған екен сол группада отыру керек. Мен дос таңдау деп айтып отыр ғой. Яғни мына группада барлығы что-то тақуалау екен. Сәл насыбай ататын, темекі шегетін группа іздеп тауып алайыншы деп, аз-маз вечерге шығатын группаны іздейінші. Жаңағыдай деп олай етуге болмайды. Яғни группа таңдадың ба, ұстаз таңдадың ба, саланы таңдадың ба, болды, отыру керек. Яғни ислам тануға түстің ба, дін тануға өтіп кете қояйын деуге болмайды. Дін тануға барған екен, арабша сөйлеп бүйтіп жүргендерді көріп алып, мен арабист болайын деп секіріп кете беруге болмайды. Яғни біздің кейбір ғалымдар айтады, адам түйеқұс болмау керек дейді. Түйеқұс деген жануар бар дейді. Сен кімсіз, мен түйеқұспын деп айтады дейді. Құс болсам ұш деп айтса дейді, жоқ мен түйемін деп айтады дейді. Сен түйесің бе, онда мынау жүкті артайық десе, мен құспын деп айтады дейді. Яғни былай да секіре береді да. Содан сақ болу керек дейді. Енді Құдай қаласа соны өтеміз. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.